Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Шаршау тәннен емес, мидан басталады. Адам ойлағанынан да ғаламат істерге қауқарлы. Егер әйел еркексіз өмір сүре аламын десе, қателескені. Бірақ әйелім менсіз өмір сүре алмайды деп ойлайтын азаматтың ойы тіптен қате. Жаман және жақсы адамдар болмайды. Тек қашықтықты дұрыс таңдауды естен шығармау керек. Бөтен адамды жоғалтып алам деп қорқып өмір сүргенше, өмір бойы өзіңдікін іздеген абзал. Өз тәжірибеңнің 1 грамы өзгенің 1000 тоннасынан қымбат. Тәжірибе деген зор байлық, бірақ соған бүкіл жастық шағыңды сарп ететінің ғана жаман. Уақыт емдемейді, әр қиындық сайын ыстық құшағын жаятын адам ғана емдейді. Жанында 5 жыл жүріп тани алмаған адамды 5 минут ұрыс кезінде анық көресің. Сізге сенген адамды ешқашан тастамаңыз. Өткенге қызғанышпен қарамаңыз. Жақсылардан кетпейді, жамандарға оралмайды. Ешкімге керексіз шедевр болғанша, біреудің сүйікті тентегі болған артық. Оның жанында жүрек өзгені іздемейтін жартыңызды табу ең үлкен бақыт. Қашықтық кеңістіктен гөрі уақыттың еншісінде. Барыңды сыпырып беріп, қолдағыңнан тұтас айырылғанда ғана шын азаттықты сезесің. Адамға шынайы қуаныш сыйлайтын нәрсе саяхат, мақсат емес. Өмірде бар жоғы 3 ғана ереже бар: парадокс, юмор және өзгеріс. Парадокс – өмір деген құпия. Өмірді танимын деп уақытты зая жоғалтпа. Әзілді түсіне білу керек. Әсіресе өзіңе күле білу аса маңызды. Бұл деген жігердің қайнар бұлағы. Өзгеріс ештеңеде мәңгілік емес. Ескеріп жүр. Өлім соншалықты қайғылы емес. Өмір қайғысы деген кей адамдардың мүлде өмір сүрмеуі. Артық деген өлшем болмайды. Сен өзгеден асып кетпейсің. Ешкімнен кем болып қалмайсың. Ешқашан. Әдет деген өзгеше бір түйткіл. Адамға ең керегі ойланып таңдаумен, қолмен жасағанын мойнымен көтеру. Білім деген даналық емес. Даналық деген білімді кәдеге жарату. Барлық жамандық атаулының жауы ақша емес, қорқыныш. Жақсы көру мүмкін емес адамдар шынайы махаббатқа аса зәру. Адам тану саналының ісі, өзін тану парасаттылық, өзгені жеңген күшті, өзін жеңе білген ұлы. Бір көрген адамның бәріне шын ниетіңмен жақсылық тілеуге дағдылан. Жақсы аяқта бір күні сүрінер, тәкаппар адамның да арқасы бүгілер. Қара сақал ағарар, бұйра бас таз болар, әдемі әлпетті де әжім басар. Тұнық жанарда тұманытар, тек ақ жүрек қана ай мен күн сияқты. Айдан гөрі күн секілді жарқырап тұрады. Өйткені ол күн іспетті өзінің ақ жолынан еш таймайды. Әйел, тіпті қарадан шықса да хан қызына бергісіз болуға, ал тектінің қызы қарабайыр күнге айналуы ғажап емес. Бәрі де сүйген азаматының оған деген қарым-қатынасына тәуелді. Жұрттың бәріне жай көзбен қарасам, саған тек жүрек көзіммен қараймын. Сүйген жүрек. Байлар 2 түрлі болады. Бірі бай әйелге үйленіп байыса, екіншілері байлықтың арқасында әйел алады. Армандар орындалу үшін жаныңда ертекші емес, сиқыршы болуы керек.